Жаңа конституцияда ең алдымен елдігіміз айқындалған. Халықтың талқысына ұсынылған жобада байырғы қазақ жерінде мемлекеттілікті нығайта отырып, ұлы даланың мыңдаған жылдық тарихының сабақтастығын сақтаған бір тұтас мемлекет ретінде көрсетілді. Сонымен қатар төл теңгеміз ұлттық валюта ретінде бекітіліп, неке ер мен әйелдің ерікті одағы деп нақтыланған. Адам құқықтары да кең ауқымда қарастырылып, алғаш рет цифрлық құқық деген ұғым енгізіліп отыр. Қабылданғалы отырған ата заңдағы осындай жаңашылдықтар Жетісу облысы Көксу ауданының тұрғындарымен кездесуде айтылды. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Ғалиасқар Сарыбаев пен аймақтық коалиция мүшелері мемлекеттің басты құжатын талқылап, артықшылығын атап өтті. Жаңа конституцияның әрбір нормасы, әрбір бабы осы біздің азаматтарға бағытталған. Сол себептен ол жерде біздің мемлекеттілігіміз, мемлекеттік биліктің теңгерімдері, сот прокуратура жүйесі, сонымен қатар құқық жүйесіндегі ғылыми жағдайлардың бәрі қарастырылған. Сол себептен бұл конституция халық үшін керек. Отбасы мәселесі қаралып жатыр. Неке дегеніміз ол ер адам мен әйел адамның ғана бірлестігі деп. Бұл да өте орынды деп ойлаймын, себебі өзге шет мемлекетке еліктеу болып жатыр жастарда. Осының алдын алып тізгіндейді деп ойлаймын.